Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді орешки печенье әзірлейтін боламыз. Өте жұмсақ болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Ол үшін біздерге 2 жұмыртқа қажет болады. Осы 2 жұмыртқаға қантты қосып жақсылап араластырамыз. Мөлшері төменде көрсетілген, описаниеда сол жерден көріп алсаңыздар болады. Енді ерітілген сары майды құямыз. Ұнымызға разрыхлитель саламыз. Ұнның жарты бөлігін ғана салып араластыратын боламыз. Сәл қоюланғаннан кейін қолмен араластыратын боламыз. Міне сәл ұн қосып, тағы да осылай қолға жабыспайтындай қамыр илеу керекпіз, бірақ жұмсақ болуы керек. Енді осыны 1 сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. 5 граммнан 7 граммнан өлшеп алып, осылай дөңгелейтін боламыз. 2 дөңгелекті қатар істеп жатырмын. Барлығын осылай жасап шығамыз, және де қызып тұрған печенье пісіретінге барлығын салып шығатын боламыз. Бір пісіргенде 12 штуктан өте тез пісіреді, сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. 5 минуттай, 4 минуттай да пісіп шығады. Мына жасылдың светі сөнген уақытта, содан кейін 1 минуттан кейін алсаңыздар, өте күшті болып шығады. Қатты қыздырып жібермеңіздер, әйтпесе қатты болып кетеді, осылай жұмсақ болып шығады. Міне осылай жарық сөнгеннен кейін 1 минуттан кейін алсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер, ортасына начинка салсаңыздар болады.